Сәлеметсіздер ме курсқа қатысушылар? Бүгін Microsoft Excel негіздері курсының екінші сабағын бастаймыз. Ол ұяшықтар, жолдар мен бағандар деп аталады. Бүгінгі сабақта біз ұяшық ұғымымен танысамыз. Ұяшықтың мекен-жайы, ұяшыққа ақпаратты қалай енгізу керек, формулалар жол дегеніміз не, контекстік меню арқылы қосымша баған және жол құру, және ең бастысы автотолтыру функциясы туралы әңгімелейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен біз Microsoft Excel бағдарламасын іске қосамыз. Бұл жерден ұяшық ұғымымен таныстырып өтейін. Ұяшық дегеніміз жазу аймағының немесе жұмыс аумағының бағандары мен жолдардың қиылысқан жерде орналасқан торды ұяшық деп атайды. Яғни бұл жерде бағандар ол алфавит риті бойынша орналасады, ал жолдар сандардың өсу риті бойынша орналасады. Осы баған және жолдың қиылысуы, яғни қазіргі мысалда D бағаны мен 5-ші жолдың қиылысқан жеріндегі ұяшық D5 ұяшығы деп аталады. Бұл ұяшыққа ақпарат енгізу үшін ең алдымен оны белгілеп алуымыз керек. Белгілеу үшін кез келген ұяшықтың үстіне тышқанды алып барып, бір рет шертсек, басқа ұяшықтарға қарағанда өзгешеленіп, жақтауы қара түске боялады. Бұл белгіленген деген мағынаны білдіреді. Одан кейін оған ақпарат енгізу үшін белгіленіп тұрған ұяшықтың үстінен 2 рет шертсек, қаріп белгісі шығады. Бұл дегеніміз ақпарат енгізуге болады деген сөз. Мысалы, Гаухар деген сөзді енгізейік және Enter пернесін басамыз. Бұл жерден G6 ұяшығына Гаухар деген ақпаратты енгізгеніміз көрініп тұр. Кешірерсіз, G5-ші ұяшық. Және бұл ұяшықтағы ақпаратты өзгерту үшін дәл жаңағыдай ұяшықты 2 рет үстінен шертеміз. Сол кезде қарып белгісі шығады. Оны оңға немесе солға жылжыту арқылы ақпаратты өзгертуге болады. Сонымен қатар оны ұяшықты белгілеп алып, формулалар жолынан да өзгертуге болады. Және бұл бағдарламаға ақпарат енгізу үшін, бұл бағдарламамен жұмыс жасау үшін біз кестенің, яғни жұмыста пайдаланатын кестеміздің үлгісін қағазда жобалап алуымыз керек. Менің жасақтаған кестем бұл 2016 жылға арналған отбасылық бюджет кестесі болатын. Осы бюджет кестесін қазір мысал ретінде талдап көрсетейік. Ол кестені құру үшін ең алдымен тақырыпты жазуымыз керек. Олай болса, үстіңгі бөлікке 2016 жылға арналған отбасылық бюджет деп терейік және Enter пернесін басамыз. Міне көріп тұрғаныңыздай ақпарат енгізілді. Одан кейін кестенің бағандары мен жолдарын белгілеп алуымыз керек. Яғни оның ішіне ақпарат енгізуіміз керек. Менің бірінші бағаным ол көрсеткіштер деп аталады. Яғни бұл жерге көрсеткіштер деп ақпарат енгізейін. Және мен көрсеткіштер ретінде кірістер және шығыстарды алғым келіп отыр. Бірінші кірістерді жазайын. Және кірістерді санамалап айтып жазып өтейін. Ең алғашқы маған негізгі кіріс көзі ретінде менде еңбекақы саналады. Одан кейінгі кіріс көзі ол консультациялық жұмыстар.
Сонымен қатар пәтері барлар пәтерден табысты жазуға болады жалға бергеннен. Одан кейін шығыстарды жазып өтейік. Шығыстарымыз көп болуы мүмкін. Мысалы, пәтерақы, тұрмыстық шығындарды жазуға болады. Және несиесі барлар несие деп. Сонымен қатар әрбір жерге қатынауға кететін транспорт шығындарында жаза өтейік. Және де бұл жерде бір айта кететін нәрсе, ол мен бұл шығындарды топтарға бөліп қарастырғым келген, яғни оны екі топқа бөлдім. Бұл топтардың атын жазу үшін мен бұл бағанның алдына тағы да бір баған қосуым керек. Ол үшін бұл бағанның табулятор, үстіңгі бөліктегі табуляторды тышқанның оң жағымен шертіп қою командасын басам. Міне көріп отырғаныңыздай қосымша баған ашып берді. Енді мына бір тұсқа міндетті деген шығындар тобын жазайын. Және екіншісі ол ағымдық деп екі топқа бөлгім келіп отыр. Себебі міндетті ол күнделікті кететін шығындар, ал ағымдық белгілі бір кезеңге сәйкес кететін шығындар деп бөлдім. Ағымдық шығындарға телефон жөндеу шығынын жатқызуға болады. Интернетке кететін шығын. Фитнеспен айналысу керек болса, оған да ақша төлеу керек, яғни шығын болды. Және белгілі бір курсқа қатысатын болсақ та, оның ақысын төлеу керек. Осындай шығындарды мен ағымдық шығындарға жатқыздым. Және келесі кірістер қорытындысы, шығыстар қорытындысы, және ең соңында балансты жазып қояйық. Және де екінші бағанға біздер айларды жатқызамыз, яғни көрсеткіштердің тұсына айларды жазып шығайық. Қаңтар, ақпан деп жазуымызға болады. Немесе бұл жазудың орнына біз сандармен белгілеп кетсек болады. Яғни бірінші ай, екінші ай деп. Бұл жерде айта кететін негізгі функция ол автотолтыру функциясы болып табылады. Автотолтыру функциясы автоматты түрде ұяшыққа ақпарат енгізумен айналысады. Ол үшін біз ұяшықты белгілеп аламыз және оның қырына тышқанды алып барғанда қара қосу таңбасы шығу керек. Осы арқылы біз автотолтыру функциясын пайдаланып 12 айды жазып шығуымызға болады. Міне осылайша бізге автотолтыру функциясы уақытымызды үнемдеуге көмектеседі. Осылайша біз бүгінгі сабақта ұяшықтар ұғымымен таныстық және ұяшықтарға ақпарат енгізумен айналыстық. Үйге тапсырма ретінде отбасылық бюджет кестесінің негізін қалыптастырыңыздар.
осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.